1910 жылдан 1913 жылға жетір Амғы Моғол Республиканың құмды болғаш Баян-Өлгей аймақтарының база Амғы Қыдат Республиканың Синьцзянь Уйғур автономлық районының девіскерінге тава Моғол шеріглерінің ежелікчі манчы дайзынарға өдір тайынчы мәселелер жешкінері болып тұрған. Тайынның шиит бірлігі сөйгі түлжошқыны Амғы Моғол күріненің саған үнге деп жерге болған. Аңа Моғол тыва шеріглер темнежі алғаш тайзыны таратыр сывыртан. 1910 жылдың сез айда Хомды швезін қостағарынға кірішкен тываларының ниетті саны 675 кіші. Хомды дайынның кіршікшізі қуылар ағажаққа еуғлы лопсаңның сақтығашқынындан. Моғол тыва шерік Хомды қодазын қостаған соғында үрда болбағанда Богда кегенің жарлығын өзғар тыва шерік ағал жұртынша түрі қада тарап жанған тұрған. Тываға жанып кілген істің соңында айда жетпейінді қар жаап ағалдар қыштақлай бергенде Богда кеген жерінден қоштуг бежік келген. Тыштанып тараған шеріглер Хомды қаттап жоруыр дейін соңында шерігіні да түн күн жоқ талаштық жығып ағадулағыны да белетке бегелейін. Базала сорықты тайжы қуылар лопсанға баштады алғаш егілді көндергейлеш өбірже аже бердібіз. Аңа инеге ұда қиғыртқанда башқа амбын ойын қожуынларындан болғаш өбірнің шері қаттышты. Ерге біле жаңа шері қаттышқаш мұң ажы кежі болдыңыз. Мұң ажы екі тұрачы шеріглер еңжіл тұрғызында ағал жұртындан рақта Моғолға жетіп, олырар жадар жер чоқ. Үргілжі әзер қырынға аттан düşпейін қандық да бергелеріне ажы вертіп чараш. Адақты күлелгесін төлепті күрсеткенер.